Бәріміз қырып жатыр, тыныштық па? Ой, оның мінезін білесің ғой. Ойын өмір дұрыс жеткізбейді. Алдын жиналыстың соңында қайда барсаңдар онда барыңдар, маған Мединаны топ келіңдер десе бола ма? Сосын сұрап қалып едім, қандай Медина, қайсы Медина деп. Сендер не Мединаны білмей қалай өмір сүресіңдер деді ғой. Содан бұл Басекеңе Медина деген хатшы қыз керек болып жүрген шығар деп араға қарындастарым салып, зорға Мединаны топ келсем, мен сендерге хат салып келіңдер ма деп қызбен қосып қуып шығарды. Сөйтіп, Мен ойландым. Қажылыққа барғысы келіп, Мекке Медина туралы айтып жатқан шығар. Таныстар арқылы жолдама алып бердім. мүмкін сол Мекен ойындағысы. Жоқ. Тапыншықтыр. Тыныштық па? Естейін деп жатсың? Саспаңдар, қазір келем. Не керек? Бір минут Басеке. Мен сіздің арманыңызды орындап келдім. Міне нағыз өсетін бала. Жарайсың. Ай, красавчик. Мұнан мен бір танысым неге? Уақытша бұл жерде ешкім тұрмайды. Рауан екеуіңіз қалада проблемалар шешілгенше осында тұрасыздар. Жарайды. Самат аға, бауырым сізге аманат. Көзіңізден таса қылмайсыз ғой. Уайымдама Қуаныш. Сен бауырым, мен де бауырым ғой. Рахмет аға. Рауан, бауырым, болар іс болды. Оны ойлай бергенде ештеңені өзгермейді. Оданша алдыңғы күндерінде ойла. Аман қалғын кезде мені мына Самат ағаны тыңда. Үйден алыстаушы болма. Лаж болса, үйден шығып та қойшы. Түсіндің ба? Жарайды. Аға, азық-түлік біраз уақытқа жетеді. Телефондарыңыз қоспаңыздар. Қажет болып жатса өзім келермін. Жарайды, ана жүрейін мен. Жарайды, бәрін түсіндір. Жүр, шарт сәйсі. Жарайды, Самат аға. Өзіңізге сендім мұнда. Жақсы. Жол болсын. Уайымдама Қуаныш. Сенімді ақтауға тырысам ғой.
Алло, Бека, қалайсың бауырым? Саған бір шаруа болып тұр. Ана қалада Мага деген бір жігіт бар екен ғой. Соны тауып берші маған. Жай, сол жолығу керек еді. Қандай спортзал? Болды. Жарайды, рахмет бауырым. Алчаныңыздың баласы екенін қалай білмегесіз ме, Әскерден кейін мен онымен бір 5-6 рет жолыққан болмаса, қалың араласқан жоқпын. Шыны керек, көпшілік ортаны жақтыра бермеймін. Көп кездесулерге шақырды. Бармадым. Бұдан алдын Мадинаны жұмысқа орналастырған кезде ғана көргем. Мадинаны фирмасына орналастырды. Қарындасына қарады. Оны мойындау керек. Маған да көмектесті. Әңгіме жоқ. Фазылды жақсы құрметтеймін. Бірақ мынандай хайуан баласы болғанын білмеппін. Бірақ істеген ісіме өкінбеймін. Мадина менің жалғыз қарындасым. Оған қорлық көрсеткен хайуандар, оларға вообще аяушылық жоқ. Кім болса ол болсын. Қалайсың, Рауан? Ой, сен енді үйтіп уайымға беріле берме. Кім қателеспейді? Ой, сен әлі жассың ғой. Енді қателескен жерлерің болса, болашақта соны қайталамауға тырыс. Түсінемін енді. Тұсыңның өлімі
Қиналып тұрсың. Бірақ сен қой енді. Есіңді жи. Сен енді бұлай жата берме, тұр. Қазір шай ішеміз. Бұдан ештеңе шықпайды жатқаннан. Қазір. Кім? Кімсің бе? Ұрысың ба кішкенің ауызы? Сабыр, мен қонаққа келген адам, бауырым, ұр емеспін. Сабыр. Не білесің? Бауырым, Миыңды шашып жіберейін бе? өзің кімсің? Мен осы ауылдың қорғаушысымын. Мынау Амантайдың үйі. Кім баласың оған? Мен Амантайдың нағашысымын, бауырым. Өзі қайда? Өз бір шаруалармен шығып кетті, қазір кеп қалады. Сабыр етші, бауырым. Бәсе, көрінбейді кеңің ауыз. Арақ бар ма? Арақ жоқ, бауырым. Ақшасы? Аз-маз ақшам бар еді. Әкел. Қазір. Кел. Әкел. Сен мен ұрдың ба? Бауырым, құршы бар мына жерден аман тұрған кезде. Кет бар. Көресің, сен тындың ба, ұрым? Бітті шаруаң, тындың сен. Әкел мылтықты. Сауығып кел, сосын аласың мылтығын. Құры бар, кет. Өзінен мүлік. Ран, Айсеге бір нәрсе демейді о. Че там, айта бер. Браттан, короче, кеше жұмыста бір-екі сөз құлағым шалып қалды. Қуаныш анау інісін алып, бір ауылға апарып жасырып қоймақшы. Қолыңның проблемаларын шешілгенше қалаға келмейсің. Ешкім көзіне түспейсің. Сонда тығылып жатасың депті. Сен оны қайдан білесің? Әке, Айсек сол Қуаныштың фирмасында жұмыс істейді. Өзіміздің братишка ғой. Былайша айтқанда, сен жүктердің бірі. Қай ауылға кеткен білетін шығарсың? Қателеспесем, Диханкөл деген ауыл деді ғой деймін. Точно ма? Иә, бізде Райым деген завсклад жұмыс істейді. Соның ағасының ауылдағы бос тұрған үйіне апарып жасырмақшы. Айтқандай, оның ағасы Қуаныштың университетте бірге оқыған жақын досы. Алдын біз Райымға ағаңның ауылдағы үйіне апарып отырыс жасайық деген болатынбыз. Бірақ ағасы айтыпты, сен жұмыстағы бастығын хабарласты. Інімде кішкене проблемалар болып тұрады, үйіңде уақытша тұра тұрсын деген соң рұқсатымды бердім депті. Қазір үй бос емес депті. База жоқ. Точно адресін білесің ба? Ол жағын білмеймін. Жарайды, ол жағы проблем емес. Красавчик, Асик. Мәке, естіңіз ғой, не істейміз? Диханкөл деген алыс жер емес, ары кетсе бір сағатта жетеміз. Маған алыс па, жақын ба, маған қызық емес. Все, братан, түсіндім. Рауан, білесің ба, бауырым, біз адамдар жанымызда жүргенде бір-біріміздің қадірімізді білмейміз. Біз үшін отқа да, суға да түсіп, бастарын тасқа да, тауға да ұрып жүргендерді бағаламаймыз.
тірісінде қадіріне жете білмейміз де өліп қалғаннан кейін өкінетініміз өтірік емес. Бұндай жағдайлар менің басымнан көп өтті бауыр. Шалыс бастым, қателескен күндерім. Сол менің істеген қателіктерімді ешкім қайталамаса екен деймін. Сен анау әке-шешеңнің, жаңа Қуаныш ағаңның қадірін біл. Оларды бағала. Саған қанша ұрысса да, сені ұрса да, саған жамандық ойламайды. Қуаныш ағаң сен үшін бәріне дайын. Ол сені ешқашан қиын жағдайға қалдырмайды бауыр. Оған менің көзім анық жетеді. Мен сол үшін сен осы күнге дейін істеген қателіктерін бәрін артқа қалдырып, жаңадан өмір баста. Жаңадан бастайтын өміріңе қадамдарың нық бас бауыр. Жарай ма? Мага деген кім? Сен ба Мага деген? Иә, мен. Айта бер, не мәселе? Мага. Мәселені сенен сұрауға келдім. Сұра. Мага, сен менің братишкама $5,000 көрсететін кімсің? Сенің братишкаң көтіне қарамай беспределчик болса, кім кінәлі? Сұраққа сұрақпен жауап бермей, конкретно проблеманы айт. Короче, құлағыңа жақсылап құйып ал. Сенің братишкаң, ана дос екеуі, менің братишкамды жестко сындырып кеткен. Братишка қазір ауруханада, жағы екі қабырға сынған. Оның емінің ақшасын кім көтереді? Мен көтерем ба не? Сен бауырың үшін тұруға келдің. Мен де бауырым үшін до конца тұрам. Сұрағың бар ма? Кім айтты саған оның еміне $5,000 кетеді деген? Қайдан шыққан сума ол? Ода сенің шаураң болмасын. Айттым, бітті. Ол ақшаны мен по-любому қойдырам. Мага, әңгіменің қысқасы, бірге ауруханаға барамыз. Дәрігермен өзім сөйлесем. Егер еміне ақша керек болатын болса, дәрігерге өзім берем. Келістік па? Келістік. Мынау за моральный ущерб. Келесі жолы братишкаға жолаушы болма. Мен оны өзім тәрбиелеп алам. Түсіндің ба? Базда жоқ саған, сүйетін қызыңды зорлаған братишка Смағұлдың сөзін сөйлеп кеп тұрсың. Уважуха, красавчик. Сен онда шаруан болмасын. Тағы да ескертем. Мен ініне жолаушы болмадым. Бұл саған соңғы ескерту. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Че там бек алып келдің ба? Не болды, брат? Бұндай затқа қызық болушы едің ғой. Кіммен соғысайын деп жүрсің? О, не қыласың? Өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады екен ғой. Бұл зат қазір маған керек болып тұр. Оның рас. Өмірде әртүрлі жағдайлар болады.
Қанша? Сол келіскен баға ғой. На, санап ал. Давай. Давай, брат. Керек болсам хабарласасың ғой. Рауан? 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 Ассалаумағалейкум, братан. Алейкум ассалам. Че там, Мәке, кеттік па? Кеттік. Ауылына барып жасырып қойып, менен құтылып кетем деп ойлаған шығар. Жердің астына тығып қойса да суыр балам. Кеттік. Рауан, сен дең солмай? Үн-түнсіз қайда кетіп қаласың? Саған айтқан жоқ па, үйден шықпа деп. Жалғыз жүру қауіпті, білесің ба сен оны? Самат аға, маған енді бәрібір. Мен ешкімнен қорықпаймын. Мен жоғалтқан адаммын ғой. Не оттап кеттің, Рауан? Өлмектің артынан өлмек жоқ. Кеткен адам кетті ғой. Сен өмір сүруің керек. Ұқтың ба? Жүр үйге кеттік. Мен кешірілмес қателік жасадым ғой, негізі. Самат аға, сіз менің жасағандарым бірін білсеңіз, бірін білмейсіз. Рауан, мен білгім де келмейді, ұқтың ба? Кім қателеспейді? Мен де қателік жасадым. Сонда қателескеннің бәрі өмір сүруге қақым жоқ деп өле беретін болса, мына жер бетінде адам қала ма? Рауан, жүр үйге. Самат аға, адамдар айтады ғой, адамдар өлген кезде рухы жоғары көтеріліп кетеді деп. Біздің Дархан да қазір төбеден бізге қарап тұрған шығар, қалай ойлайсыз? Рауан, сен жынданайын дедің ба? Не айтып кеттің өзі? Кім қарап тұр, не? Дархан? Дархан! Рауан? Кешірсіз, Дархан! Рауан! Дархан! Рауан, есің жеш бауыр.
Мәке, ешкім бөтен адамды көрген жоқпыз дейді. Ауылды тағы бір алып шығамыз ау. Сендер кімсіңдер? Неғып жүрсіңдер бұл жерде? Көке, кетсе бар өз жолыңмен. Документтерін көрсетіңдер. Жай ма? Мен осы ауылдың участковыймын атак. Көрсете документін. Участковый? Саған бір сұрақ қойсам бола ма? Қандай сұрақ? Осы ауылға бүгін бір бөтен адам келген жоқ па? Көзің шалмады ма? Бөтен адам дейсің бе? Мен тұрғанда бұл ауылға бөтен адам кірмейді, біліп қойыңдар. Бөтен адам дейсің бе? Иә. Ал келді делік. Кімсіңдер есіңдер? Жай, біз оны таныстар едік. Осы ауылға қонаққа келгенбіз ғой. Со үйін таппай жатырмыз. Егер көрген болсаң, үйін көрсетіп жібер. Ақыңды берем, ренжітпеймін. Бағананы бері солай демейсің бе? Бірақ мен қымбат аламын. Қанша? Қанша дейсің бе? 2,5 мың теңге. Жоқ, 3,5 мың теңге. Әкелі. Алдымен үйін көрсет. Болып, кеттік. Жүр. Спокойно, спокойно.